Мөңке би түс көріп, оны Сырым батырға жортпаққа барады. Бір жолы бәйгеге 40 ат қостым, біреуі де бәйгеден келмеді. 30 ат қостым, біреуі де келмеді. 5 ат қостым, 4-еуі бәйгеден келмеді де, біреуі ғана мәреге аман жетті. Аман жеткені сол келе сала пышаққа ілікті. Әлгі аттың ішін жарып жібергенімде қасқыр шықты. Қасқырды жарғанда түлкі шықты. Түлкіні жарғанда қоян шықты. Осыны жорып берші, дейді Мөңке биге. Сырым түс жорудың жолын Мөңкенің ұзатылып кеткен қызына беруді ұйғарады. Қыз түстің жайын білген соң Сырымға: түсті жездеңе жортпа, жиеніңе жортпа, әйеліңе жортпа деген сөз бар еді, сонда да айтайын дейді. Түс адал түс, қиял түс, шайтани түс боп үшке бөлінеді. Мұны қай түске жатқызатынымды білмеймін, бірақ оның шешуі мынадай: 40 ат дегеніміз мұсылманның 40 парызы орындалмай қалатын заман болады екен. 30 аттың бәйгеден келмей қалатыны, 30 күн оразаны ұстай алмайтын заман туады екен. 5 аттың 4-еуі келмей, біреуі келгені 5 уақыт намаз қаза болып, оның біреуі оқып, біреуі оқымайтын кез келеді екен. Қасқырдың шыққаны, кісісін тартып алып, ұрлап жейтін зорлықшылар заманының туатын шығар. Түлкі шыққаны, алдаушы мен арбаушы көбейетіні. Түлкідей бұлаңдаған заманның күтіп тұрған шығар. Қоян шыққаны, ұрпақ үрейленіп өсетін, көлеңкесінен қорқып жүретін заман болар деп жорып беріпті. Осыны айтып болғаннан кейін Мөңке бидің қызы: маған түс жортқаныңыз қате болды. Күндердің күнінде әйел билейтін заман келеді. Ол заманда әйелден ұят кетеді, еркектен намыс қашады. Менің 3 рет шақырғанда зорға келуімнің сыры осында еді депті.